Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді пирожный дайындайтын боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 2 жұмыртқаға тұзымызды және ванилинімізді, шекерімізді салып, миксердің көмегімен аппақ болғанша ағартып миксерлейміз. Пирожныйдың рецептісін видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Аппақ қылып миксерлеп алғаннан кейін сұйық майымызды және сүтімізді құйып тағы да миксерлейміз. Миксерлеп болған соң миксерімізді алып тастаймыз. Енді бізге миксердің керегі жоқ. Електің көмегімен разрыхителімізді, какаомызды және ұнымызды өткізіп аламыз. Осылай мен 2 бөліп өткізіп алдым. Барлығын өткізіп алып, енді венчиктің көмегімен араластырамыз. Мінекей біздің массамыз осындай қоюлықта болады. Противенге пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып, тегістеп аламыз. Тегістеп жайып алып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста 15 минут пісіретін боламын. Пирожныйдың қамыры піскенге дейін кремін дайындаймын. Ол үшін бізге салқын творожный сыр, 33% салқын сливки және сахарный пудра қажет. Барлығын миксермен қою деңгейге жеткенге дейін жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Осындай қою болады. Кремді пайдаланған кезде ыңғайлы болу үшін мен осындай кондитерлік мешокқа салып аламын және осындай насадка пайдаланамын. Корждарым пісіп шықты, суытып алдым, міндетті түрде суытып алыңыздар және осындай дөңгелек пішіннен барлығын кесіп шығамыз. Осылай барлығын кесіп дайындап алдым. Дөңгелек пішіннен қалған корждарды барлығын қолмен осылай ұнтақтап шығамыз. Бұл біздің пирожныйымыздың бетіне себуге керек болады. Барлығын осылай етіп дайындап алдым. Корждарымызды жинақтап бастаймыз. Дөңгелек қылып кесіп алған корждарымыздың үстіне кремімізді видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Оның ортасына кез келген жемді пайдалануға болады. Менде осындай ягодный жем болды үйде, соны пайдаландым. Оның үстіне тағы да осы видеода көрсетілгендей етіп кремді жапып шығамыз. Барлық корждарымызды осылай етіп дайындап шығамыз. Кремдерімізді жағып алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған ұнтақтап алған корждарымызды пирожныйларымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Барлық пирожныйымызды осылай етіп дайындаймыз. Мінекей біздің пирожныйларымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, дастарханның сәнін келтіретін және жегенде өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар және алдағы уақытта түрлі рецептілермен бөлісетін боламын. Мінекей арасын кескенде осындай өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.